Сәлем достар, мен Айгерім. Бүгін мен сіздермен өз тағдырыммен бөліскім келеді. Бұл жай ғана әңгіме емес. Менің өмірімнің ең ауыр, бірақ ең шынайы беттері. Маған оңай емес, бірақ мүмкін менің оқиғам біреуге ой салар, біреуге үміт пен дем берер деп сенемін. Кейде бір адамның сыры басқа біреудің жүрегіне жол табады ғой. Бұл менің шынайы өмірімнен алынған сыр. Әр сөзім жүректен шыққан. Егер сізге бұл оқиға әсер етсе, пікір қалдырып, ойыңызды жазыңызшы. Себебі мен әр хатты оқимын. Маған сіздердің демеулеріңіз керек. Сіздердің әр сөзіңіз маған күш, ал сіздердің түсінігіңіз ең үлкен қолдау. Тек бір өтінішім бар. Соңына дейін тыңдаңызшы, мүмкін дәл сізге керек жауап осы әңгіменің ішінде болар. Дәл қазір мен үйдемін. Естіп отырған шығарсыздар. Балам ойнап жүр. Ал мен сіздерге осы әңгімені жазып отырмын. Қазір мен бақыттымын, бірақ бұған оңай жеткен жоқпын. Менің өмірімде көзге көрінбейтін, бірақ жүректе із қалдырған күндер өте көп болды. Сондықтан бүгін мен бәрін еш бояусыз шынайы түрде баяндауға дайынмын. Бұл менің тағдырым, менің өткенім, менің сабағым. Мүмкін менің өмірім біреуге ой салар, біреуге күш, біреуге сенім берер. Мен Ержанмен бір кеңседе жұмыс істеймін. Біз бір-бірімізге ешкім емеспіз, жай ғана әріптеспіз, тең дәрежедеміз. Мен қағазға икемді, ұқыпты, барлық уақытында істейтін адаммын. Ал Ержан жеңіл жол іздейтін, кейде тіпті өз жұмысында біреуге итере салатын. Бірақ ол өзгеше. Сөзі жұмсақ, күлкісі өзіне тартымды. Әзілдеп, кейде көзін қысып, әріптес қыздарды күлдіртіп жүреді. Ал мен басында мән бермедім, бірақ уақыт өте келе оның әр әрекеті менің назарымды өзіне аудара бастады. Бір түрлі сезім пайда болды. Жай қызығушылық па, әлде басқа ма, өзім де түсінбедім. Бір күні жұмыс бастан асып, мен үлгермей жатқанымды айттым. Сонда Ержан, бүгін бірге қалайық, бәрін екеуміз бітірейік, деді. Мен көп ойландым, бірақ келісіп қойдым. Сол түні кеңседе екеуміз ғана қалдық. Ержан мені сөзге тартып, кейде көзіме тік қарады. Бір сәтте оның қарасынан ыстық сезім, сенім, тіпті әлсіздік байқадым. Мен неге екенін білмеймін, оған жақындай түстім. Сол түні бәрі өзгерді. Сол оқиғадан кейін бір аптадан соң жұмысқа қайта келдім. Үстелдің үсті қағазға, есепке, хаттамаға толып кетіпті. Бір сәтке тіпті мен болмасам бұл кеңсе тоқтап қала ма деген ой келді. Ержан орында отыр. Әдеттегідей сенімді, жайбарақат, күліп тұрып, қалғалай сұлуым, деді. Қолындағы папканы үстеліне тастай салып. Мен көзіме қарамай, жай ғана, жақсы бәрі бұрынғыша, дедім. Ол болса баяғы қалжыңмен көзін қысып, баяу сыбырлады. Бәрі бұрынғыша емес қой. Бұл сөз менің ішімде тағы бір дір еткізді. Кешегі сезім, сол түні болған нәрсе ойымнан кетер емес, бірақ өзімді ұстап, жұмысқа кірісуге тырыстым. Қағаздар көп, Ержанның да жұмыстарының біразын маған іліп қойған. Мен үндемедім, көмектескім келді. Бәлкім әлі де жақсылық күттім. 3 күн, 3 түн өтті. Мен жұмыстан ең соңғы болып шығам. Таңғы 8-де келем, түнгі 10-ға дейін отырам. Көзім қызарып, басым айналып, шаршау бойымды билей бастады. Бұл жай ғана шаршау шығар, деп өзімді жұбаттым. Бірақ 4-ші күні таңертең бәрі өзгерді. Көңілім жүріссіз, денем тітіркеніп, жүрегім айни берді. Басында суық тиген болар деп мән бермедім. Бірақ күннен күнге әлсізденіп бара жаттым. Бір күні Ержан кеңседен шығып бара жатып маған бұрылды. Айгерім, сен соңғы кездері бір түрлі жүрсің. Жүзің сұр, не болды? Мен басымды шайқадым. Ештеңе, жай ғана шаршадым. Ол иығымнан ұстап, жымиып, дем алып ал. Әйтпесе мен сені тағы жұмыстан босатып алам ғой, деді әзілдеп. Оның күлкісі мен үшін бұрынғыдай емес. Бұрын ол күлсе менің ішім жылитын. Ал қазір керісінше жүрегім ауырады. Өйткені мен білем, ол әркімге сондай жылы сөйлейді. Ол маған ғана емес, кеңседегі басқа қыздарға дәл сондай көз қараспен қарайды. Сол күні үйге келген соң айнаға ұзақ қарадым. Көзімнің астында көлеңке, өңім бозарған. Кеудемді бір қорқыныш биледі.
Ертеңіне таңертең жұмысқа бара жатқанда басым айналып, баспалдақта талып қала жаздадым. Сол кезде алғашқы рет ой келді. Мүмкін менің жай ғана шаршаған жоқ шығармын. Түстен кейін дәріханаға кіріп тест алдым. Үйге жеткенше жүрегім дүрсілдеп, қолым дірілдеді. Жуынатын бөлмеге кіріп, терең дем алдым да бәрін жасадым. Секундтар өтті, минуттар өтті. Қолымдағы тестке көзім түсті. Бір емес, 2 сызық. Мен тоңып қалдым, уақыт тоқтап қалғандай. Бір сәтте бәрі есіме түсті. Сол түн, сол сөздер, оның күлкісі, менің сенімім. Жүрегім ауырды. Бұл мүмкін емес деп сыбырладым. Бірақ дәл сол сәтте ішімнен бір дауыс шықты. Ал енді не істейсің, Әйгерім? Қолымнан тест түсіп кетті. Еденге соғылған дыбыс жаңғырып кетті бөлмеде. Жауап жоқ, тек үнсіздік. Кешкісін Ержан жазды. Ертең кеңседе боласың ба? Маған сенімен 1-2 маңызды қағаз жөнінде сөйлесу керек. Мен экранға ұзақ қарадым. Терезенің сыртында жаңбыр жауып тұр. Саусағым телефон экранында тұрып қалды. Айтайын ба? Жауап жазуға батпадым. Жаңбыр тамшылары әнектен төмен сырғып барады. Мен өзімді сол тамшылардай сезіндім. Бір бағытсыз түсіп бара жатқандай. Осылайша менің өмірімнің ең күрделі кезеңі басталды. Бірақ бір сұрақ ішімде қалып қойды. Мен жай шаршағанмын ба? Әлде шынымен бе? Бұл 2 сызық қателік емес пе? Таң тағы атып келеді. Көзім іскен, ұйқы жоқ. Бір түнде менің өмірім төңкеріліп түсті. Қолымдағы тестке қараған сайын жүрегім тағы сыздап кетеді. 2 сызық. Бір кішкентай белгі, бірақ өмірімді толығымен өзгертетін таңба. Кеңсеге баруға қорықтым. Бірақ барам. Менің орным, менің тынысым сол ғой. Есіктен кіргенім сол еді. Ержан баяғыдай жайбарақат күлімдеп қарсы алды. Менің сенімді көмекшім келді ғой. Көңіл күй қалай? Мен үнсізбін, тынысым ауыр. Жарайды, үндемеш, түріңе қарасам бәрі айтылып тұр, деп күліп, тағы баяғы көзін қысты. Сол сәтте ішімнен бәрін айтып тастайын дедім. Мен сенен бала көтердім деп, бірақ тілім бармады, өйткені оның жүзінен ешқандай жауапкершілік көрмедім. Ол жай өмірді ойын көретін адам. Мен болсам, сол ойынның құрбаны болдым. Күн артынан күн өтуде. Мен өзімді жайсыз сезіне бастадым. Таңертең жүрегім айнып, иіс сезбеймін. Әйел адамның бұл жағдайдағы күйі қандай екенін дәл мен сияқты бастан өткермесе, ешкім түсінбейді. Бір жағында қорқыныш, екінші жағында үміт. Бір күні Ержан кабинетіне шақырды. Қолында жаңа келісім шарттар бар екен. Әйгерім, мынаны тез реттеп берші, кешке тапсыру керек. Мен ауыр басымды көтеріп үнсіз қағазды алдым. Бірақ басым айналып, орындықтан тұра алмай қалдым. Саған не болды? Деді ол жақындап. Жай басым айналды. Түсте дұрыс тамақ іш, әйтсе мен өзім апарып тастайын, деді баяғы еркелікпен. Оның дауысы бұрын маған жылулық сыйлайтын. Қазір тек ашу. Мен енді сезіп отырмын, ол тек өз пайдасы үшін жақын. Жұмысым, есептерім, қағаздарым, бәрін мен істеймін. Ал алғыс бәрі оған кетеді. Түстен кейін кеңседе шу шықты. Қыздар арасында сөз тарапты. Ержанның үйленгелі жүрген қызы бар екен, деді бірі. Мен орнымда қатып қалдым. Тойы жақында дейді әлгі қыз. Осы ғимаратта 2-ші қабатта істейді екен. Құлағым шыңылдап, жүрегім суып кетті. Мүмкін өтірік шығар, мүмкін басқа Ержан шығар. Бірақ дәл сол сәтте есік ашылып, ішке сол қыз кіріп келді. Көркем, сәнді киінген, көзі жайнап тұр. Ол Ержанның кабинетіне тікелей кіріп кетті. Ішімнен бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Қолымнан қалам түсіп кетті. Жүрегім ауырып, бір сәт орнымнан тұрып, дәлізге шықтым. Терең тыныстай алмадым. Қабырғаға сүйеніп тұрдым. Сол түні мен ұйықтай алмадым. Қолым ішіме барып, баяу сипадым. Кішкентай жүрек, сен кінәлі емессің. Келесі күні бәрін анықтау үшін бардым. Ол кабинетте еді. Мен кіруге батпадым, бірақ іштен күлкі, сыбыр, бір әйелдің нәзік дауысы естілді.
Құлағымды есікке тақап едім. Олар күліп отыр. Олар бірге. Ол менің баламның әкесі, бірақ дәл қазір басқа әйелдің құшағында. Сол сәтте көзімнен жас ыршып кетті. Қолыммен аузымды жауып тынысымды әрең ұстадым. Есікке қарап тағы бір рет қарадым. Ол оның үстінде отырған қызды құшақтап күлді. Әлем айналып кеткендей болды. Мен артқа бұрылдым. Көзімнен жас сорғалап, жүрегім жұлқына соғып тұр. Жұмыстан шықтым. Қолымда бірақ ой. Енді бәрі бітті. Бірақ ішімдегі кішкентай өмір мені тоқтатпады. Ол өмір менің үмітіме айналды. Сол күннен кейін, сол күннен бастап мен бәрін үнсіз көтердім. Ержан менің бар екенімді ұмытқандай, ал мен оны ұмыта алмадым. Бірақ өмірде бір сәт келеді. Сол кезде бәрі өзгереді. Мен оны әлі білмесем де, дәл сол сәт жақындап келе жатқандай. Міне осымен мен әңгімемнің бірінші бөлімін тәмамдайын. Сіздер танып білген Әйгерім не істеді екен? Бәрін ашып айтты ма, әлде үнсіз кетіп қалды ма? Соның барлығын бөлісетін болам. Ержан келіп кешірім сұрайды ма, әлде өз жолымен кете ме? Соның барлығын мен сізбен бөлісіп айтқым келеді. Арнама тіркеліп, менімен бірге болыңыздар. Барлық шындықты мен сізбен бөлісемін. Бұл арна айқайсыз, тыныш сырласу орны болсыншы деп қалаймын. Мұнда мені ешкім сынамайтын, ешкімге зиян тигізбейтін, тек жүректегі оймен бөлісіп, өзімді және сіздерді жақынырақ танығым келеді. Мен жай ғана өз тағдырымды баяндап, шынайы өміріммен бөліскім келеді. Уақыт өте, сіздер менің кім екенімді, қай жақтың қызы, ата-анам туралы бәрін де естисіздер. Тек бір өтінішім, осы жолда бірге болайықшы, себебі бұл жай ғана арна емес, бір-бірімізді түсінетін, қолдайтын орта болсыншы деймін.